Барлығыңа сәлем достар. Бүгін біз екі тамды жинайтын боламыз. Короче, екі там жинауға менде 1 сағат кетті. Ең алдымен біз әрине осылысы кішкене жинап алып, және шашымыз жалбырамай мешар етпеу үшін жинап аламыз. Кейін кірлерді жинап апарамыз, төсектерді жинаймыз, сосын арқылы столдың үстін тап-тынақтай қыламыз да. Әдемілеп, және де обязательно оның үстін сүртесің ғой. Кейін оны столға ылдырып қойып қоясың. Пылесосты әкелесің, ол жақта тап-тинақтай қылып пылесостап шығасың. Мінекей осылай адам осылай пылесостау керек. Міне тура мен сияқты тап-таза қылып терезенің алдында қалдырмай пылесостайсың ғой, короче. Кейін полсүретін тряпканы әкелесің, полдарды тап-тинақтай жылтырап жылан-жылаған қылып сүртіп шығасың. Енді екінші там. Бұл там вообще бұғаватыр төсегімен тұрғалы ше. Енді оны мен жинамасам кім жинайды екен, я? Ол сияқты жинау керек на төсектерді. Сіңілдерім жинамай қойған ғой. Енді оны өзім жинадым. Әдемілеп тұрып, жастарын бәрін тасимын деп аяғым ауырып кетті ғой. Аузым кеуіп, су ішкен. Енді жаңа әкелген кірлерді жинаймыз енді. Әдемілеп орын-орнына рет-ретіме саласың ғой. Салып, майда шүйделерін бәрін аласың, кейін бұяқта да пылесостайсың, тап-тинақтай қылып пылесостап шығасың. Астын, кілемнің астын, үстін барлығын істейсің, короче. Кейін біз әрине ана жердің бәрін, короче, пылесостап шықтым. Енді пылесостап болғаннан кейін біз полын сүртеміз ғой, яумай. Тап-тинақтай қылып жылан-жылаған сүртесің, короче. Сау болыңдар, соңынан көргендеріңе рахмет.